іште жатқан адамдар өмір алма кезек, Ғалымжан, алдына айналып шыр айналдырып алып келеді. Мен саған еркекше айтамын. Өмір алмай кезек сенің алдыңа келді. Өткен үміткер бар кезде сен қадамды жасап жүрдің, сенің алдыңа келді. Вот именно. Не деп қадам жасап, мен сезім білдірдім. Ол кезде конкретно сен білесің, бұл қыздың маған деген сезім бар екен. Олай өтірік очко жинаудың қажеті жоқ. Сен білдің, бүйттің сен. Потому что ол қыз бірақ таныстықта болды. Бірақ рет шықты ол кезде. Түсініп тұрсың ба? Ал біз долг кастинг кезден бері таныспыз, Балауса ханым. Бұл қызын да сезетін мен. Бұл қызын да маған деген көзқарасын көретін. Мен сол тарапта мен өзім сезім білдірдім. Мен айттым, бұл қыз өзін қинамаса екен дедім. Бірақ та кешегі нәрсе саған дымы жоқ екенін біле тұра, Балауса ханым, адамның ойын өзгертіп, адамға арам ой салатын осындай арам адамдар бұл өмірде оңбайды еркек. Түп, былай арамы, түркі деп айтуын қажет жоқ. Көрдік қой кеше қалай жақсы көресің. Нұрди, сен тыңдадың ба? Тыңдадың ба? Сенің планың сол болды. Мені өзімнен шығару, Балауса ханым, мені өзімнен шығару, и дәл осы орынға өзі отыру болды. Бірақ та, Ғалымжан, мен Балауса ханым сөзім жоқ шынымен бұл адамға. Нұрсұлтан. Иә, Балауса ханым, енді неқта айта кетейін. Нұрдәулет бір ауыз айта салайыншы. Бір ауыз айтшы. Жақсы көріп тұр екен да, мысалға. Бірақ кеше істеп отқан ісі тұрып шығып кету ол дұрыс емес. Сен қасында отырсың, қорғау керек едің. Дұрыс па? Ол сенің артына шығып кетпейді ғой, не үшін жылап жатсың деп. Сен кішкентайлығын істей деген осы отыр ма сонда? Менің Балауса ханым көз жасым шықты да, мен намыстандым, менің көз жасымды до конца көрмей ақ, мен шығып кеттім, Балауса ханым. Мен ашу үстінде. Потому что қасымда отқан кезде мен сөйлеп қоймайыншы, микрофонсыз да сөйлескен диалогтарымыз болды бол. Бірақ сол моментте ауыр сөйлеп қоймайыншы осы қызға. Білет мына жақта отыратындар мен жақсы. Мен постоянно сондайым, Балауса. Мен ашуым басылады келіп сөйлесетін едім. Бірақ та сен қазірдің өзіне, Балауса ханым, арам ой салып жатыр, қыздың ойын өзгертіп жатыр. А соны үнемі кетіп қалып ол үшін. Ғалымжан, іштен емес па? Ол күтті ғой сені. Жоқ, мен Балауса ханым, бірақ сұрақ қойсайыншы. Мына жақта қатысушылардан сұрайыншы. Сен қазір өзінікін дұрыс деп санап отыр ғой. Бірақ та осы отқан 30 қатысушының қайсы дұрыс деп санайсыңдар осы Ғалымжанның тірлігін? Иә, Балауса ханым, енді жаңа Ғалымжан да айтып жатыр ғой. Сен жігіт болсаң, сен қасында отырған қыз, сен қасында отыратын едің депші. Ғалымжан, егер де сен Нунидің орнында болған кезде, сен де шығып кететің тура солайшы. Өйткені сен ол нәрсе басына өткен жоқ. Мысалы, менің де басым өткен дәл осындай сатқындық деген нәрсеші. Енді екеуіңді айтып жатсыңдар ғой, бұл сатқындық емес депші. Ойлашы, екеуі жұптыққа келе жатқан адамдар негізші. Нуниді білемін ғой, мен басында басталған кезде айтқан маған. Нұрдәулет аға, білмеймін, чота қыздың сезімімен ойнап қоям ба, мен өзіме сенбеймін, көз жасына қалып қалғым келмейді деп жүрген бала болған бұл. Өзімдегі ішкі чувствоны білмей жатырмын, ғашықпын ба, жақсы көремін бе, жоқ, ұнатамын ба деген сияқты жүрген бұл жігітші. Бірақ осы соңғы сөйлескенімізде болды, Нұрдәулет аға, мен по-моему үйленетін сияқтымын деп сондай кәдімгідей қадаммен жүрген. Значит, екеуінің арасында кәдімгідей бір махаббат бар да, бірақ сол махаббат бола тұра, перизат қалай сен түнде 5 минут болсын, мейлі 2 минут болсын, мейлі бір зат бере салам, осылай Нуниға бере сал десейді, сен өзің шығатын адам емессің негізіндеші. Ал Ғалымжан, сен еще айттың ғой, сен осылай жігітпен мен жігіттігімді істедім деп жатсың ғой, ал сен мына істеп отқаның мүлдем жігітке сай нәрсе емес. Жоқ, Нұрдәулет, қараш, мен оның жеке бір кездесу, бір ресторан болсын, бір азанғы 4-ке дейін, 3-ке дейін жүрген жоқпын, Нұрдәулет, түсініп тұрсың ба? Ғалымжан, бірақ сен Балауса ханым, енді осы орайда айта кетейінші. Сатқындық дейді ғой, бір үйленіп, бір 10 бала шағасымен бір тасырып кеткен адам сияқты сөйлейсіңдер да? Ондай емес қой? Сатқындық деген білесіңдер ма, негіз қандай? Ғалымжан, ресторан. Қараш, Ғалымжан, сен сөйтіп бардың, кездесу болды, ол сияқты әңгіме шықты, и кеше сендердің салған, осы қосылақ несіне салынды ғой, парақшасына. Сол видеоға елдің бәрі, о, Гала мен Перизат қосылып жатыр, ура, ана-мынау деген әңгімелер бар. Қазір екеуің де отвечай соның буымен, сондай әңгіме айтып жатсың. Перизат, сен өзіңнің жігітіңе қазір одан сайын таптаватсың. Өйткені сен неге елдердің, халықтың ойы маңызды болды да саған, и сонымен сен қайтадан Галаға қарай ашылып келе жатсың. Нұрдәулет, ондай болатын болса. Бұл жерде сезімші, Нунимен болған сезімші. Мен ответ беріп қойыншы. Мен сендерге айтайын, ертең Гала екеуіңнен ештеңе шықпайды. Мен ответ беріп қойыншы. Егерде Нұрсұлтанның сезімі шынайы болғанда, менен хотя бы сөйлешмек, не болды деп барын білмек, сатқындық деп, емне сатқындық қылдым. Гала келді бе? Келді, мен аға тек қана айтарым, я, бізде бары жақсы, бұйырса, возможно, бірге болуыз, мен аның қасында өзімді кичинекей қыз қатары сезем, өз ер-азаматымдай көремін. Пожалуйста, тек қана бізге бақыт тіле деп айтқаным бар. Бірақ аны Нұрсұлтан даже просто келіп менімен сөйлессе болмақ қой, кетіп қалды просто, маған даже звондаған жоқ. Бұлай болу керек та, Балауса ханым.